Сәлем достар, бүгін сіздермен жылдам жасалатын трайфл жасаймыз. Бұл трайфлды балаларым сүйіп жақсы көреді. Менің арнамды жоғалтып алмау үшін подписка жасап, лайк баса отырыңыз. Трайфлға қажетті заттар: ұн, какао, қант, сұйық май, жұмыртқа, шоколад және разрыхлитель қолданамыз. Трайфлға бірінші құрғақ қоспаларды дайындап аламыз. Ұн, какао, қантымызды, разрыхлительді қосып, араластырып дайындап аламыз. Дайын болған құрғақ қоспамызға енді сұйық қоспаларды қосамыз. Шоколадқа сұйық майымызды құйып, жылытқышқа ерітіп аламыз және бір келкі болғанша араластырамыз. Құрғақ қоспамызға шоколадтан бұрын 1 стакан айран немесе сүт қосамыз. Одан кейін жұмыртқамызды қосамыз. Содан кейін ерітілген шоколадымызды қосамыз. Бәрін бір келкі болғанша араластырамыз. Артынша қайнаған ыстық су құямыз. Бір келкі қалыпқа келгенше араластырамыз. Міне осындай қоймалған қалыпқа келу керек. Қамырымыз бір келкі қалыпқа келгеннен кейін оны пісіріп алуға кірісеміз. Өзіңізге ыңғайлы қалыпқа пісіріп алсаңыз болады. Осылай жұқалап пісіріп алсаңыздар, жылдам піседі, яғни уақытты тиімді пайдалана аласыздар. Қамырымыз пісіп дайын болғаннан кейін оны суытып, осындай бір ыдысқа қолмен үгітіп аласыздар. Қамырымызды міндетті түрде суығаннан кейін қолданыңыздар, өйткені ыстық күйінде қолданған кезде қамыр үгітілмей жабыспақ болып қалады. Пісірген барлық қамырларымды өстіп, үгітіп дайындап алдым бір ыдысқа. Енді трайфлға арналған ыдыстарымызды дайындап, соған тегістеп салып шығуымыз керек. Сіздерге ыңғайлы болсын деген мақсатта мүмкіндігінше жылдамырақ жасап көрсетуге тырыстым. Рецепт ұнап жатса, көңілдеріңізден шығып жатса, заказға трайфл жасасаңыздар да болады. Дайын болған кремімізді аламыз да кондитерлік мешокқа салып, бисквитіміздің үстіне тегістеп салып шығамыз. Кремімізді бисквиттің үстіне тегістеп, қалауыңызша өз мөлшерінде салып шығасыздар. Енді үстіне ерітілген шоколадымызды қалауымызша құямыз. Трайфлдың рецебі сіздерге ұнады деген үміттемін. Қолдауларыңызды көрсетіп, подписка жасап, лайк баса отырыңыздар.